Сәлем балалар, бүгінгі біздің оқитын кітабымыз «Менің досым көңілсіз». Авторы Мо Уильямс. Менің досымның көңіл күйі жоқ қой. Мен оның көңіл күйін көтеремін. И-хау деп ковбой болып келе жатыр. Ковбойды көрген Геральт қатты қуанып кетті. Ковбой кеткен соң Геральт тағы да мұңайып қалды. Пиги айтады: Геральт ковбойларды жақсы көреді ғой, ол неге әлі мұңайып отыр? Келесіде Пиги клаун боп келді. Клаун деп оны көрген Геральт қуанып кетті. Клаун кеткен соң Геральт тағы да мұңайып қалды. Пиги айтады: клаундар қызықты ғой, ол неге әлі мұңайып отыр? Келесіде Пиги робот боп келді. Оны көрген Геральт тағы да қуанып кетті. Роботты көрген соң қалай ғана мұңаюға болады деп, ол тағы да не істерін білмеді. Амалы таусылған Пиги Геральт досының жанына келді. Оны көрген Геральт қуанып кетті. Пиги деп айқай салды. Пиги келіп: кешір, мен сені қуантқым келді, бірақ сен әлі де мұңайып тұрсың. Геральт оған: мен мұңайып тұрған жоқпын, мен қуаныштымын дейді. Пиги оған: сонда сенің көңіл күйің жақсы ма? Иә, себебі сен менің жанымдасың ғой. Бірақ Пиги, білесің ба, менің қатты көңіл күйім түсті. Мен ковбой көрдім. Пиги айтады: бірақ сен ковбойларды жақсы көресің ғой. Әрине, мен ковбойларды жақсы көремін. Бірақ сен менің жанымда болмадың, екеуміз оны бірге көретін едік. Пиги оған: шын мәнінде мен дей бергенде Геральт: сосын тағы да. Сосын мен клаун көрдім. Өте күлкілі клаун. Бірақ сен көре алмадың оны, дейді Геральт. Пиги оған шындықты айтпақшы боп, бірақ дей бергенде Геральт: сосын тағы да бар, жалғасы тағы да бар. Сосын мен робот көрдім, дейді Геральт дос. Өте күшті робот. Және менің ең жақын досым менімен бірге болмады, біз екеуміз оны бірге көре алмадық деп тағы да мұңайып қалды Геральт. Не істерін білмеген Пиги ойланып тұрып: бірақ мен қазір жаныңдамын ғой, дейді. Геральт оған күліп: иә, сен жанымдасың, менің ең жақын досым жанымда, дейді. Сөйтіп екеуі де көңілдері қуанышқа, шаттыққа бөленеді. Ал балалар, сендерге сұрақ: бұл кітаптан не түсіндіңдер? Геральт неге мұңайды? Және Пиги досы Геральтның көңілін көтеру үшін не жасады?